Сәлеметсіздер ме? Жаңа салық кодексі аясында заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер үшін жер салығы бойынша ағымдағы төлемдерді есептеу міндеті жойылды. Енді салық төлеушілер тек жылдық декларация тапсырып, оның нәтижесі бойынша салық төлейді. Сонымен қатар ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер елді мекендердің шекаралары өзгерген жағдайда олардың аумағында қалып қойса, егер бұл жерлер шын мәнінде ауыл шаруашылығы үшін пайдаланса, ауыл шаруашылығы жерлері үшін белгіленген мөлшерлемелер бойынша салық салынады. Ал егер мұндай жер учаскелері нысаналары мақсатта қолданылмаса, немесе заңнама талаптарын бұзып отырып пайдаланса, жер салығын базалық мөлшерлемелері бұзушылықтарды жою туралы нұсқама жер иесіне немесе жер пайдаланушыға берілген кезден бастап 40 есе ұлғайтады. Назарларыңызға рахмет. Сіздердің МКД.